Біз барлығымыз Маугли туралы мультфильмді білеміз. Бұл мультфильмде бала қасқырлардың қамқорында өскен. Осы видеода мен сендерге шынайы өмірде болған жануарлардың қамқорында өсіп, олардан тәрбие алған балалар туралы айтып беремін. Ал кеттік. 1946 жылы Ирак әскерлері 10 жастағы баланы Сирияның даласында тапқан. Ол газель деген жануарлармен бірге өскен. Өте жіңішке әрі аса тастай бұлшық еттерімен бала 30 км/сағатқа дейін жылдамдықпен жүгіре алған. Ол туылғаннан бері газельдер арасында өскен және тап газельдер сияқты олжа артынан қуып аулаған. Оның шығу тегі белгісіз болып қалыпты. Оны ұстап алғаннан кейін ол Дамаск қаласында кедей болып велотакси ретінде жұмыс істеген. Оданша сол газельдермен қалған жөн болар еді. 1845 жылы мексикандық аңшылар бір ұя қасқыр арасында еңбектеп жүрген қызды көрген. Олар бір табын ешкіге шабуыл жасап жүрген еді. Келесі жолы басқа аңшылар осы қызды өлген ешкінің шикі етін жеп жатқанын көрді. Көп ұзамай ауыл тұрғындары оны ұстап алып қамауға алған. Алайда қасқыр қыз түн бойы қасқырша ұлып отырып, ақырында қамаудан қашып кеткен. 8 жылдан кейін адамдар оны өзеннің бойында екі қасқырдың күшіктерін емшекпен асырап отырғанын көрген. Адамдардан қорыққан ол күшіктерді ұстап алып қашып кетті. Содан бері оны ешкім кездестірмеген. 1994 жылы нигериялық Белла деген бала физикалық сырқаттанумен, рухани дертпен ауырғандықтан одан оның ата-анасы бас тартқан. 1996 жылы ол шимпанзенің отбасында тұрып жатқан күйінде табылған. Ол өзінің қолын маймыл секілді жерде тасып жүрген, жан-жаққа қоймастан секіріп шыңғырып жүрді. Оны ұстап алып балалар үйінде ұстаған. Ол басқа балалармен үнемі төбелесіп, заттарды жан-жаққа шашып лақтырып, айғайлап шыңғырып, түнде секіріп жүгіріп жүрген. Нәтижесінде ол белгісіз себептермен 2004 жылы сол балалар үйінде қайтыс болған. Оксана Малая туралы бүкіл Украина 1991 жылы білді. Қызды ата-анасы үйдің ауласының артында өлуге қалдырған, бірақ оны қамқорға иттер алған. Иттер арасында Оксана 8 жасқа дейін өскен. Ол иттердің мінез-құлқының ерекшеліктерін қабылдады: үрлеу, ырылдау, еңбектеу. Оксана тамақты жер алдында оны біріншіден міндетті түрде иіскеген. Бұрын адамдармен қарым-қатынаста болмағандықтан, Оксана тек қана иә және жоқ деген екі ғана сөз білген. Адамдар оны тауып интенсивті терапиядан өткізген. Ол сөйлеуді үйренді, бірақ сөйлегенде тек қана эмоционалды түрде сөйлей білген. Бүгін оның жасы 36-да, Одессадағы клиникалардың бірінде тұрады. Оксана көп уақытын интернаттағы сиырлар арасында өткізеді, бірақ өзін иттер қоғамында жақсы сезеді. 1990 жылы бір топ туристер Перу тауларындағы ешкілер тобынан 12 жастағы баланы тапты. Оны Даниэль деп атаған. Бала ешкі сүтін ішіп, тамыр, шөптер мен жидектер жеу арқылы аман қалды. Бала 4 аяғымен еңбектеп жүрді. Оның аяғы мен қолы ешкілердің тұяқтарына ұқсап кеткен. Адамдармен сөйлей алмаса да, Даниэль ешкілермен еркін сөйлесетін. Угандадағы осы баланың анасын өлтіріп тастағаннан кейін ол үйден джунглиге қашып кетіп, жасыл африкалық маймылдардың қарауына түсті. Ол кезі бала небәрі 3 жаста еді. Оны адамдар 1991 жылы тауып аулап жатқан кезі ол қарсылық білдірген және оған оның дос маймылдары көмектескен. Бірақ ақырында оны адамдар ұстап алып ауылға алып кеткен. Бала гипертрихозбен ауырып, бүкіл денесі шашпен жабылған. Оның жүрісі тап маймылдар сияқты болған. Оны ұстаған адамдар баланы сөйлеуге және ән айтуға үйретті. Бүгінгі таңда ол Африкадағы хормен гастрольде жүр және жануарлардың мінез-құлқынан құтылған. Кезінде баланың ата-анасы оны тауықтар қорасына қамап тастаған. Оның анасы өзін-өзіне қол жұмсап өлген, ал әкесін өлтіріп тастаған. 7 жасында Суджитаны жолаушылар жолда тапқан. Бала құтқылдап, аузымен жердегі дәнді шоқып, қолдарын тауықтар секілді шапалақтап жүрген. Баланы жетімдер баспанасына қамаған, бірақ ол жерде ол өзін агрессивті ұстағаны соншалықты, оны 20 жыл бойы төсекке байлап ұстаған. Суджит қазір 40 жаста және ол оны баспанадан алып шыққан Елизавета Клейтонның қамқорлығында. 1972 жылы 4 жастағы Шамдео орманда қасқырлар арасында табылған. Оны адамдар арасына әкелгенде ол түн бойы аң аулап құстарды шекелей жеп жүрген. Оны киіндіріп, сөйлеуді де үйретті. Алайда ол аса мейірімсіз әрі қатал болып қалған. Ақырында оны Тереза анасының үйіне жіберген.
5 жасында Марина Чапманды ұрлап кетіп джунглиға тастаған. Ол бір топ маймылдарға қосылып олармен бірге жүрген. Алайда ол 14 жаста болғанда оны мафия ұстап алып бордельге сатқан. Маймылдар өмірі жақсы деп қашып кетіп тағы да сол маймылдарға қосылған. Алайда 19 жасында оны тағы да мафия ұрлап кетіп сатқан. Осы жолы да ол қашып кетіп ендігі әрі Англияға жөнелген. Әзіргі күнге дейін сонда бақытты өмірін сүріп жатыр. Әзірге осы достар, егер сізге осы видео ұнаған болса, немесе білім жағынан бір пайдасын тигізген болса, міндетті түрде лайк басып менің Саяхат YouTube арнама жазылыңыздар.